осы өлеңдегі Пуэрто-Рико деген мемлекет па, қала ма? Пуэрто-Рико ма? Пуэрто-Рико дегеніміз мемлекет па, қала ма? Мен білмейді. Қайтей! Город, государство. Қала? Қала ма? Қай жердің қаласы? Кариб теңізінің бойында. Да? Аралдарда қала болды. Мемлекет ол Америка штаттарында. Наверное, город. Город, да? Да. А где он находится? Не знаю. Чили. Чили ма? Я. Точно ма? Я. Ай, молодец. Бірақ ол штат емес, ну, неофициально 51-ші штат деп аталады, е? Иә. Бірінші ресми. Точно. Бірақ өлең белгілі, е? Біз өлең тыңдамаймыз. Мемлекет. Мемлекет, е? Қай жерде? Оңтүстік Америка материгінде ба, Солтүстік Америка материгі екеуінің біреуінде қайсысы. Точно білмеймін. Точно қала емес. Қала емес. Точно, е? Құлағанындай. Что-то американдікіне келеді. Дұрыс. Американға тәуелді, бірақ өзі жеке мемлекет, е? Жеке да. Керемет. Біледі екен, екінші адам біледі. Әйтсе елдер көбісі тыңдайды, бірақ білмейді. Біздің жастарымыз қазір TikTok'та ашып қалсаң, Instagram'да болсын, бір өлеңдерге билеп жатады. Мағынасын білмейді, не ол қалай, кім үшін айтылғанын білмейді да, мысалы. Сол үшін бүгінгі біздің жастардың арасындағы сұрағымыз ол Пуэрто-Рико қаласы жайында. Жалпы ол қала ма, мемлекет па? Пуэрто-Рико дегеніміз ол кәдімгі арал мемлекет. Жалпы Пуэрто-Риконың көлемі 65 километр бір бетінен бір бетіне дейін. 5 миллионға жуық адам жылына турист болып барады, өзінің жеке туы бар. Бірақ ол Америка емес. Бірақ ол жерге сіз барғыңыз келетін болса, Пуэрто-Рикоға америкалық виза керек. Американдықтар бір-бірінің арасында визасыз кәдімгі қалаға барғандай бара береді. Бір қызық жайт, ол Американың 51-ші штаты да емес. Жастардың арасындағы сұраған себебіміз, жастарымыз қаншалықты біледі екен бұны? Жоқ әлде білмейме екен. Құр бекерге өлең айтып, мағынасын түсінбейме екен. Қорыта айтқан кезде біз не тыңдап жүрміз, соның мағынасын біліп жүрейік.